Қария – даналық көзі. Қариялардың көкірегі өсиетке толы. Көргені көп, саналы сөз айтады. Ақсақал әжелер халықтың тұнып тұрған хаты. Қарты бар елдің берекесі, бірлігі бар. Олар отбасының тірегі, әрі ұйытқысы, немерелерінің қорғанышы, балаларының ақылшысы, асқар тауы. Қазақ халқы қариясын әрқашанда қадірлеген. Көкшетау районы Бірдестік ауылында дүниеге келдім. Менің жасым 80-нің бесеуіндемін қазір. Жас бала кезімізде соғыс басталып кетті. Соғыс басталып кетіп, әкеміз соғысқа алып кетті. Соны жылап еңіреп, әкемізден солай айырылдық. Сол 7 бала болдық. Bir үйде 5-6 бала болдық. Сол біріміз сүйеніп жүріп, содан әйтеуір анамыз жұмыста болды, біз біріміз бағып қағып, пешімізді жағып, біріміз байқап қарап, о кезде неме әлгі ауылда бір еңбекте бидай берсе, соны қолдерменмен тасып, қолдерменмен оңғып, соны анамыз жұмысқа кеткенше бізге тамақ жасап кетеді. Анамыздың арқасында бәріміз өсіп жетіп, үлкен апам тұрмысқа шықты. Одан кейінгі балалар бірінен кейін бірі кішкене өсіп, жұмысқа кетті. Сөйтіп біріміз бағып қағып, осынша 12 жасқа келдік. Соғыстан кейін жас бала болдық. Біраз бейнет көрдік, жоқшылық көрдік. Жұмыс бердін, балалар болды, балалар болғасын жұмыс істеу керек. Стройкада істедім, шукатур болып, каменщик болып, шукатур болып істедім. Біраз тұрмысқа шықтым, өзімді 5-6 бала болды. Сол балаларым жетті, Аллаға шүкіршілік. Тұрмысқа шықты, үйленді. Сол балалар аман болсын деп соны тілеп отырамыз енді. Сол балалардың арқасында мінекей. Осылай өзімізге елестетіп қойып, баяғы соғыс уақытындағысын барлықты, жоқтықты бәрін көзімізге елестетіп, жүрегіміз ауырып, есімізге түсіп қоямыз. Аллаға шүкіршілік, енді ондай қиыншылықты көрсете көрмесін. Осы балаларымыз енді біздің көргенімізді көрмесін. Мен соны тілеп, Құдайдан соны тілеймін.